Достар, осы каналға жазылу арқылы сіздер көптеген ағылшынша пайдалы мағлұматтар аласыздар. Және каналға кіріп, подписаться етіп, қоңыраушаны бассаңыздар, сіздер келесі видеоны жіберіп алмайсыздар. Саламатсыздар ма достар? First Speak курсына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетініміз ағылшынша 0-ден бастап сөйлеп үйрену. Өзім осы студенттік кезде Work and Travel бағдарламасымен Америкаға жұмысқа барам деп 0-ден бастап осы методика арқылы бір айда сөйлеп үйреніп, бір жылдай сөз жаттадымдай, сөйтіп еркін сөйлеп кеткен болатынмын. Қазір сіздермен осы методикамен бөліспекшімін. Негізі көбінің шатасатыны, ол тіл үйрену, ол ұзақ уақытқа кетеді деп ойлайды. Негізінде кез келген тілде бір ортақ бір сөйлем құрайтын алгоритм болады. Сол алгоритмді үйрену арқылы кез келген тілді бір айда үйренсе болады. Тек қана ұзақ уақыт кететін ол сөз жаттау. Көбі осы жерден тоқтап қалады сөз жаттаудан. Ал енді сабағымызды бастайық. Осы сабақты жазып отырсаңыздар, еске тез сақтайтын боласыздар. Мынау бізде есімдіктер, ағылшынша pronouns дейді. I, мен, you, сен, сіз, we, біз, they, олар, he, ол ер адамға айтылады, she, ол қыз адамға айтылады, және it, ол адамнан басқа қалған заттың бәріне қолданылады екен. Мынау бізде бірінші кестеміз, сөйлем құрайтын. Бұл кестеде біз етістікті пайдалана отырып, бүкіл сөйлемді құрайтын боламыз. Бұл кесте өзі үшке бөлінген. Біріншісі сұрақ қойып үйренеміз. Келесі болымды, болымдыда жауап беріп үйренеміз. Үшіншісі болымсызда жауап беріп үйренеміз. Бұл кесте тағы үшке бөлінген, ол шақтарға. Ең біріншісі future simple, ол келер шақ. Present simple, ол осы шақ. Және past simple, ол өткен шақ. Енді work деген сөзді алайық, ол жұмыс жасау, жұмыс істеу деген мағынаны білдіреді. Болымда да present simple да осы шақта сөйлем құрап үйренейік. Мен жұмыс жасап жатырмын. I work. Сен жұмыс жасап жатсың. You work. Біз жұмыс жасап жатырмыз. We work. Олар жұмыс жасап жатыр. They work. Ол жұмыс жасап жатыр, ол адам. He works. Көрдіңіздер ме? Өзгеріс. Бұл жерде болымда да present simple да осы шақта he, she, it та қолданған кезде біз етістіктің соңында s қосады екенбіз. Ол жұмыс жасап жатыр. Қыз адам. She works. Немесе бір зат жұмыс жасап жатса, it works деп айтасыздар. Енді болымсызда present simple да осы шақта сөйлем құрап үйренейік. Мен жұмыс жасап жатқан жоқпын. I don't work. I don't work деген I do not work-тың қысқартылған түрі. Біз I don't work дей береміз. Сен жұмыс жасап жатқан жоқсың. You don't work. Біз жұмыс жасап жатқан жоқпыз. We don't work. Олар жұмыс жасап жатқан жоқ. They don't work. Енді ол жұмыс жасап жатқан жоқ. Ол адам. He doesn't work. Бұл doesn't work деген does not-тың қысқартылған екен. Және do not work-тың don't болса, does not work дегеннің орнына doesn't work деп айтамыз. Бұл екеуін қолдансаңыз өздерің білесіздер. Ол жұмыс жасап жатқан жоқ. She doesn't work егер қыз адам болса. Және бір зат жұмыс жасап жатпаса, it doesn't work деп айтасыздар. Present simple-да енді сұрақты қалай қоямыз. Жәнегі do дегеніміз бұл жерде алдыға шығып кетеді. Мен жұмыс жасап жатырмын ба? Do I work? Сен жұмыс жасап жатырсың ба? Do you work? Біз жұмыс жасап жатырмыз ба? Do we work? Олар жұмыс жасап жатыр ма? Do they work? Бұл do жалпы бізде you, I, we, they-ге қолданылады. Енді he, she, it-ге does қолданылады екен. Ол жұмыс жасап жатыр ма? Does he work? Ол адам болса. Ол жұмыс жасап жатыр ма? Қыз адам. Does she work? Және бір зат жұмыс жасап жатыр ма? Does it work? Енді біз present simple-да жауап беріп, сұрақ қойып үйрендік. Келесі future simple, болымда да сұрақ қойып үйренейік. Бұл жерде мен жұмыс жасаймын. Бұл жерде will қосылады екен. Future simple-да will қосылады. I will work. Мен жұмыс жасаймын. Сен жұмыс жасайсың. You will work. Біз жұмыс жасаймыз. We will work. Олар жұмыс жасайды. They will work. Ол жұмыс жасайды, ол адам. He will work. Және ол жұмыс жасайды.
Қыз адам she will work, және бір зат болса жұмыс жасайды it will work. Көрдіңіз бе, бәрінде will work пен қолданылады, future simple'да. Енді болымсызда қалай болады? Will'дың соңында not болады екен. Мен жұмыс жасамаймын болашақта. I will not work. Сен жұмыс жасамайсың. You will not work. Біз жұмыс жасамаймыз. We will not work. Олар жұмыс жасамайды. They will not work. Және ол жұмыс жасамайды. Ол адам he will not work. Ол жұмыс жасамайды. Қыз адам she will not work. Және бір зат жұмыс жасамаса it will not work. Бұл жерде біз future simple келер шақта болымсызда сөйлем құрап үйрендік. Енді сұрақты қалай қоямыз? Сұрақ қойған кезде will'ымыз алдыға шығып кетеді екен. Мен жұмыс жасаймын ба? Will I work? Сен жұмыс жасайсың ба? Will you work? Біз жұмыс жасаймыз ба? Will we work? Олар жұмыс жасай ма? Will they work? Және ол жұмыс жасай ма? Ол адам болса will he work? Ол жұмыс жасай ма? Қыз адам болса will she work? Және бір зат жұмыс жасаса, жасай ма болса will it work болады екен. Енді біз future simple'да келер шақта жауап беріп, сұрақ қойып үйрендік. Келесі бізде past simple. Past simple болымда да жауап сөйлем құрап үйренейік. Бұл жерде енді мен жұмыс жасадым. Work деген жалпы дұрыс етістік, regular verbs дұрыс етістік болғаннан кейін бізде болымда да өткен шақта өзгеріс болады екен. Қандай десеңіздер, мен жұмыс жасадым болса I work емес, I worked. Ed қосылады екен. Ed қосылады. Сен жұмыс жасадың. You worked. Біз жұмыс жасадық. We worked. Олар жұмыс жасады. They worked. Ол жұмыс жасады. Ол болса he worked. Ол жұмыс жасады. Қыз болса she worked. Және бір зат болса it worked болады. Бұл regular verbs дұрыс етістік болсағанда ed қосылады екен. Тек қана өзгеріс көрдіңіздер ғой. Біріншісі present simple'да осы шақта he, she, it-қа осы жерде s қосылады екен. Енді болымда да өткен шақта етістіктің соңына ed қосылады екен. Енді болымсызда қалай болады? Болымсызда ештеңе өзгермейді. Did болады. Мысалы, мен жұмыс жасамадым. I did not work. Сен жұмыс жасамадың. You did not work. Біз жұмыс жасамадық. We did not work. Олар жұмыс жасамады. They did not work. Ол жұмыс жасамады. Ол болса he did not work. Қыз болса ол жұмыс жасамады. She did not work. Және бір зат болса it did not work. Did not болады екен. Енді past simple'да біз қалай сұрақ қоямыз? Бағанағы біздің did'іміз алдыға шығып кетеді екен. Мен жұмыс жасадым ба? Did I work? Сен жұмыс жасадың ба? Did you work? Біз жұмыс жасадық па? Did we work? Олар жұмыс жасады ма? Did they work? Ол жұмыс жасады ма? Ол болса did he work? Және қыз болса ол жұмыс жасады ма? Did she work? Және бір зат болса ол жұмыс жасады ма? Did it work? Болады екен. Көрдіңіздер ғой, өте оңай. Тек қана бұл етістікті қолданамыз осымен. Келесі талдайтын етістігіміз ол live. Оның мағынасы тұру, өмір сүру дегенді білдіреді. Енді present simple'да осы шақта болымдыда қалай біз сөйлем құраймыз? Мен тұрып жатырмын. I live. Сен тұрып жатырсың. You live. Біз тұрып жатырмыз. We live. Олар тұрып жатыр. They live. Ол тұрып жатыр. Ол адам. He lives. S қосылады, көрдіңіздер ғой. Ол тұрып жатыр. Қыз адам. She lives. Немесе бір зат тұрып жатса it lives болады. Енді present simple'да болымсызда қалай болады осы шақта? Мен тұрып жатқан жоқпын. I don't live. Немесе I do not live. Сен тұрып жатқан жоқсың. You don't live. Біз тұрып жатқан жоқпыз. We don't live. Олар тұрып жатқан жоқ. They don't live. Ол тұрып жатқан жоқ. He doesn't live. Немесе he does not live. Ол тұрып жатқан жоқ. Қыз адам. She doesn't live. Немесе бір зат болса it doesn't live болады. Енді present simple'да осы шақта сұрақты қалай қоямыз? Мен тұрып жатырмын ба? Do I live? Сен тұрып жатырсың ба? Do you live? Біз тұрып жатырмыз ба? Do we live? Олар тұрып жатыр ма? Do they live? Ол тұрып жатыр ма? Ол адам болса does he live?
немесе ол тұрып жатыр. Қыз адам болса does she live, немесе бір зат болса does it live болады. Енді future simple'да келер шақта қалай болады? Болымда да. Мен тұрамын. Сіз болашақта айтып тұрсыздар, мен тұрамын. I will live. Will қосылады, неде? Future simple'да. Сен тұрасың. You will live. Біз тұрамыз. We will live. Олар тұрады. They will live. Ол тұрады, ұл адам. He will live. Ол тұрады, қыз адам. She will live. Немесе бір зат болса тұрады, ол тұрады. It will live. Енді болымсызда қалай болады? Future simple келер шақта. Will'дың сонда not қойылады екен. Мен тұрмаймын. I will not live. Сен тұрмайсың. You will not live. Біз тұрмаймыз. We will not live. Олар тұрмайды. They will not live. Will'дан кейін nottан кейін етістік қойылады. Ол тұрмайды, ұл адам. He will not live. Ол тұрмайды, қыз адам. She will not live. Немесе бір зат болса, it will not live. Енді future simple келер шақта қалай сұрақ қоямыз? Мен тұрамын ба? Will I live? Will алдыға шығады. Сен тұрасың ба? Will you live? Біз тұрамыз ба? We live. Олар тұра ма? Will they live? Ол тұра ма? Ұл адам. Will he live? Немесе қыз адам болса, ол тұра ма? Will she live? Немесе бір зат болса, will it live болады екен. Енді past simple'да өткен шақта қалай болады? Past simple'да мен тұрдым. I lived. Бұл дұрыс етістік болғаннан кейін, regular verbs болғаннан кейін еді қосылады. Lived. Сен тұрдың. You lived. Біз тұрдық. We lived. Олар тұрды. They lived. Ол тұрды, ұл адам. He lived. Ол тұрды, қыз адам. She lived. Немесе бір зат болса, it lived. Көрдіңіздер ғой? Болымдыда тек қана past simple'да ғана өзгеріс болады. Келесіде болымдыда present simple'да he, she, it'те s қосылады екен. Енді болымсызда қалай болады? Past simple'да өткен шақта. Мен тұрмадым. I did not live. Немесе didn't live десеңіздер болады қысқартып. Немесе did not live де екеуі де дұрыс. Сен тұрмадың. You did not live. Біз тұрмадық. We did not live. Олар тұрмады. They did not live. Ол тұрмады. Ол адам. He did not live. Немесе қыз адам. Ол тұрмады. She did not live. Немесе бір зат болса, it did not live болады. Енді past simple'да өткен шақта сұрақты қалай қоямыз? Мен тұрдым ба? Did алдыға шығады. Did I live? Сен тұрдың ба? Did you live? Біз тұрдық ба? Did we live? Олар тұрды ма? Did they live? Ол тұрды ма, ұл адам? Did he live? Ол тұрды ма, қыз адам? Did she live? Немесе бір зат болса, did it live болады екен. Келесі қолданатын етістігіміз ол see, мағынасы көру дегенді білдіреді. Енді present simple'да осы шақта біз болымдыда қалай сөйлем құраймыз? Мен көріп тұрмын. I see. Сен көріп тұрсың. You see. Біз көріп тұрмыз. We see. Олар көріп тұр. They see. Ол көріп тұр. Ол адам болса, he sees. S қосылады сонда. Ол көріп тұр, қыз адам. She sees. Немесе бір зат болса, жануар болса, it sees болады. Ол көріп тұр. Енді present simple осы шақта болымсызда қалай болады? Мен көріп тұрған жоқпын. I don't see. Немесе I do not see бола береді. Сен көріп тұрған жоқсың. You don't see. Біз көріп тұрған жоқпыз. We don't see. Олар көріп тұрған жоқ. They don't see. Ол көріп тұрған жоқ. Ол адам болса, he doesn't see. Қыз адам болса, ол көріп тұрған жоқ. She doesn't see болады. Енді сұрақты қалай қоямыз? Present simple'да осы шақта. Мен көріп тұрмын ба? Do алдыға шығады. Do I see? Сен көріп тұрсың ба? Do you see? Біз көріп тұрмыз ба? Do we see? Олар көріп тұр ма? Do they see? Енді ол көріп тұр ма? Does болады. Does алдыға шығады. Does he see? Ол адам болса. Ол көріп тұр ма? Қыз адам болса. Does she see? Болады. Енді future simple'да болымдыда қалай болады? Мынау бізде келер шақ. Келер шақта мен көремін. I will see. Сен көресің. You will see. Ол көреді. Біз көреміз. We will see. Олар көреді. They will see. Ол көреді. Ол адам. He
will see. Ол көреді, қыз адам. She will see. Немесе бір зат болса it will see. Енді болымсызда қалай болады? Future simple келер шақта. Мен көрмеймін. I will not see. Сен көрмейсің. You will not see. Біз көрмейміз. We will not see. Олар көрмейді. They will not see. Ол көрмейді. Ол адам болса he will not see. Қыз адам болса she will not see болады. Ол көрмейді. Енді сұрақ қолай қоямыз. Сұрақ кезде will алдыға шығады. Мен көремін ба? Will I see? Сен көресің ба? Will you see? Біз көреміз ба? Will we see? Олар көре ме? Will they see? Ол көре ме ол адам? Will he see? Немесе ол көре ме қыз адам? Will she see болады. Енді past simple'да өткен шақта қалай болады? Бұл жерде өзгеріс болымды да болады. Мен көрдім деген кезде біз I saw болады. I see it деген болмайды, еді қосылмайды бұл жерде. Не үшін десеңіздер, өйткені see етістігі бұл бұрыс етістікке саналады, irregular verb. Сол үшін өзгеріп кетеді. Мен көрдім, I saw. Сен көрдің, you saw. Біз көрдік, we saw. Олар көрді, they saw. Ол көрді, he saw. Ол адам болса, ол көрді, қыз адам болса, she saw болады. Енді бұны қалай ажыратамын десеңіздер, irregular verbs бұрыс етістіктің тізімі бар, соны жаттап алсаңыздар, қалғанның бәрі дұрыс етістік болады. Енді болымсызда қалай болады? Past simple, өткен шақ. Мен көрмедім, I did not see. Сен көрмедің, you did not see. Біз көрмедік, we did not see. Олар көрмеді, they did not see. Ол көрмеді, ол адам болса, he did not see. Ол көрмеді, қыз адам болса, she did not see болады. Енді сұрақты past simple'да өткен шақта қалай болады? Did алдыға шығады. Мен көрдім ба? Did I see? Сен көрдің ба? Did you see? Біз көрдік па? Did we see? Олар көрді ма? Did they see? Ол көрді ма? Ол адам did he see? Ол көрді ма? Қыз адам did she see болады екен. Келесі талқылайтын етістігіміз ол go. Go-ның мағынасы бару деген білдіреді. Енді present simple'да осы шақта болымдыда қалай болады? Мен бара жатырмын, I go. Сен бара жатырсың, you go. Біз бара жатырмыз, we go. Олар бара жатыр, they go. Ол бара жатыр, he goes болады. Енді мұнау дауыстығы аяқталса, es қосылады екен. S емес, es қосылады екен. Ол бара жатыр, қыз адам болса, she goes. Немесе бір зат болса, it goes болады. Енді болымсызда қалай болады? Present simple. Осы шақта. Мен бара жатқан жоқпын. I don't go. Сен бара жатқан жоқсың. You don't go. Біз бара жатқан жоқпыз. We don't go. Олар бара жатқан жоқ. They don't go. Ол бара жатқан жоқ. Ол адам. He doesn't go. Ол бара жатқан жоқ. Қыз адам. She doesn't go. Немесе бір зат болса, it doesn't go болады. Сұрақта қалай қоямыз? Present simple'да. Мен бара жатырмын ба? Do I go? Сен бара жатырсың ба? Do you go? Біз бара жатырмыз ба? Do we go? Олар бара жатыр ма? Do they go? Ол бара жатыр ма? Does he go? Ол бара жатыр ма? Қыз адам болса, does she go? Немесе бір зат болса, does it go болады. Енді future simple келер шақта қалай болады? Болымдыда. Мен барамын, I will go. Сен барасың, you will go. Біз барамыз, we will go. Олар барады, they will go. Ол барады, ол адам болса, he will go. Қыз адам болса, ол барады, she will go. Немесе бір зат болса, it will go болады. Ол барады. Болымсызда future simple'да қалай болады? Мен бармаймын, I will not go. Ол бармайды, you will not go. Біз бармаймыз, we will not go. Олар бармайды, they will not go. Ол бармайды, ол адам болса, he will not go. Қыз адам болса, ол бармайды, she will not go. Және бір зат болса, it will not go. Сұрақты қалай қоямыз future simple'да? Келер шақта. Мен барамын ба? Will I go? Ол бара ма? Will you go? Сен барасың ба? Will you go? Біз барамыз ба? Will we go? Олар бара ма? Will they go? Ол бара ма? Ол адам болса, will he go? Қыз адам болса, ол бара ма? Will she go? Немесе бір зат болса, will it go болады. Енді past simple'да өткен шақта қалай болады? Бұл да irregular verb болғаннан кейін go-ымыз went-қа айланып кетеді.
Бұл өйткені бұрыс етістік. Мен бардым, I went. Сен бардың, you went. Біз бардық, we went. Олар барды, they went. Ол барды, he went. Ол адам болса, қыз адам болса, she went. Немесе ол бір зат болса барды, it went. Немесе бір жануар. Енді болымсызда қалай болады? Past simple'да, өткен шақта. Мен бармадым, I did not go. Сен бармадың, you did not go. Біз бармадық, we did not go. Олар бармады, they did not go. Ол бармады, ол адам, he did not go. Қыз адам, ол бармады, she did not go. Немесе бір зат болса, it did not go болады. Енді сұрақты былай қоямыз. Did алға шығады. Мен бардым ба, did I go? Сен бардың ба, did you go? Біз бардық па, did we go? Олар барды ма, did they go? Ол барды ма, ол адам, did he go? Немесе қыз адам болса, did she go? Немесе бір зат болса, did it go болады. Енді осы үш шақта біз енді қысқаша жауап беріп үйренейік. Ең бірінші, мысалы осы шақта present simple'да бізге сұрақ қойса, do I live here болса, live деген тұру, here деген осы жерде. Мен осы жерде тұрып жатырмын ба? Болымды болса, yes I do. Немесе no I don't деп айтасыздар болымсыз болса. Do you live here? Сен осы жерде тұрып жатсың ба? Yes I do. Я тұрып жатырмын. No I don't. Жоқ. Тұрып жатқан жоқпын. Болымсыз болса. Do we live here? Біз осы жерде тұрып жатырмыз ба? Yes we do. Немесе no we don't. Жоқ. Do they live here? Олар осы жерде тұрып жатыр ма? Yes they do. Болымды болса. Болымсыз болса no they don't. Ол осы жерде тұрып жатыр ма? Does he live here? Yes he does болады. Немесе болымсыз болса no he doesn't. Жоқ. Тұрып жатқан жоқ. Қыз адам болса, мысалы does she live here? Ол осы жерде тұрып жатыр ма? Yes she does. Болымды болса, болымсыз болса no she doesn't болады. Енді future simple'да қалай болады? Келер шақта. Мен осы жерде тұрамын ба? Will I live here? Yes I will болады. Мына жерде do емес will. Болымды да келер шақта білесіздер ғой, will болады. Yes I will. Немесе болмысы no I will not. Енді сен осы жерде тұрасың ба? Will you live here? Сен болашақта тұрасың ба осы жерде болса? Yes I will. Немесе no I won't. Won't деген will not, тек соның қысқартылғаны no I won't. Біз осы жерде тұрамыз ба? Will we live here? Yes we will. Я тұрамыз. Немесе болмысы no we won't. Жоқ, біз тұрмаймыз. Will they live here? Олар осы жерде тұра ма? Yes they will. Болмысы болса no they won't. Will he live here? Ол осы жерде тұра ма? Ол болса yes he will. No he won't. Немесе will she live here? Ол осы жерде тұра ма? Қыз адам болса yes she will. Немесе no she won't. Енді past simple'да өткен шақта қалай болады? Мен осы жерде тұрдым ба? Did I live here? Yes I did. Я тұрдым. Немесе болымсыз болса no I did not. Did you live here? Сен осы жерде тұрдың ба? Yes I did. Болымды болса, болымсыз болса no I didn't. Didn't деген did not дегеннің қысқартылғаны, didn't. Біз осы жерде тұрдық па? Did we live here? Yes we did. Немесе no we don't. Жоқ, біз тұрмадық. Did they live here? Олар осы жерде тұрды ма? Yes they did. No they didn't. Ол осы жерде тұрды ма? Ол адам. Did he live here? Yes he did. Я тұрды. Немесе no he didn't. Ол осы жерде тұрды ма? Қыз адам. Did she live here? Yes she did. Немесе no she didn't болады екен. Достар, сіздерге жаттығу осы тізімдегі етістіктерді қолдану арқылы бағанаға кестеге қойып сөйлем құрап үйрену. Ең бірінші етістік love, жақсы көру деген мағынаны білдіреді. Бұл өткен шақта loved болады. Өйткені бұл дұрыс етістік. Келесі live, өмір сүру, тұру. Өткен шақта lived болады. Бұл да дұрыс етістік. Work, жұмыс істеу. Өткен шақта worked болады. Дұрыс етістік болғаннан кейін. Open, ашу. Өткен шақта open болады. Бұл да дұрыс етістік. Close, жабу. Closed, өткен шақта дұрыс етістік. Және see, көру. Бұрыс етістік болғаннан кейін өткен шақта saw болады. Come, келу. Бұрыс етістік өткен шақта кейін болады. Go, бару. Бұл бұрыс етістік өткен шақта went болады. Know, білу. Бұрыс етістік өткен шақта knew болады.
think бұрыс жетістік, ойлау деген мағынаны білдіреді. Өткен шақта thought болады. Start бастау. Ол дұрыс жетістік болғаннан кейін started болады. Finish бітіру. Өткен шақта finished болады. Бұл да дұрыс жетістік екен. Ал достар, осымен сабағымызды аяқтадық. Келесі сабақта көріскенше.